Негізі қазақтарды мойындату үшін сен чисто ақшамен мойындатасың деп. Проектте не обязательно қолмен жұмыс істейтін адам болу. Көп ақша табатындар, мозг болатындар. Қатты сөйлесе алмаймын негізі телефонмен ше, өзім сондай адам. Біреу звондаса да өшіріп тастап, сосын WhatsApp-пен сөйлесемін деген сияқты. Камерада бүйтіп сөйлеп тұрғанмен мен өмірде қатты сөйлесе алмаймын негізі. Сол жағын не қылу керек. Дұрыс па, Нұрмо? Бір-екі звук бар ма? Кадр нормально, да? Свет, шаш. Бұл миллион теңгелік курстың екінші күнінен алған инсайттарым. Бүгін позиционирование жайлы сөйлесеміз. Адамның миында кімсің, короче. Егер сенің позиционированияң дұрыс болмаса, сенің сататын продуктыңды түсінбейді, и сені кім ретінде қабылдайтын түсінбесе, значит сенің услугада и бір курста или білім алуда кішкене қиындай түседі. Не алатын түсінбегеннен кейін просто для насмотренности кіріп, скрин жасап, там сохраненка салып, просто так идея ұрлау үшін, просто бір керек болып қалады идея деген мақсат үшін тіркеліп алса, ол уже құрдымға кетті деген сөз. Вот позиционирование дұрыс құрылмаса, сондай бір факаптар болып қалады. Сосын кез келген продукттың ЦКП болу керек. ЦКП деген ценный конечный продукт. Менің өзімнің курсымда адамдар сценариймен рилс түсіріп кетуді үйреніп кете алады. Конкретно не үйренетініңізді білмесеңіз, ЦКП вообще басқаша болса, ол жаққа да продажа уже ақсаңдап қалады. Ол менде де бар проблемалар жалпы. И вот ЦКП-ны дұрыстап кәдімгідей бір ашып түсіндіре алу керек сіздің позиционированияңыз, сіздің оның ішіндегі ұсынатын контенттеріңіз. Негізі көбі 6-7 проект алып алып, әр қайсынан дұрыс келіспей, аз процентке или вообще аз зарплатаға келісіп алып, әр жағынан выгорание болып, өзінің бір депрессияға түсіп, үлгере алмай дедлайнмен сөйтіп қиналып жүреді. Ал енді егер сіз дұрыс келісуді үйренсеңіз, 6-7 проекттен табатын табысыңызды бір-ақ проектпен табуға болады екен. Дұрыс келісуді, переговорудың қыр-сырларын меңгерсеңіз, 6-7 проект тең бір проекттің табысы. Сол жағынан кішкене көп проект алуға емес, бір проектті дерзко етіп келісіп, әдемі условияда жасауға ұмтылу керек. Негізі қазақтарды мойындату үшін сен чисто ақшамен мойындатасың деп. Енді ақшаны көрсету ол да транслирование. Сенде бар нәрсені, аудиторияңда жоқ нәрсені унижать етпей транслировать ету ол да бір өнер. Яғни сен үлкен чекке келісе алсаң, сенің аудиторияңда кейбір аудитория үлкен чекке келісе алмаса, сен оны унижать етіп, сен тупойсың, сен мынаны білмейсің демей, просто оны сторителлингпен, сенің бұрынғы жағдайыңда сенде солай болды ғой явно, сол кездегі оқиғамен келтіріп транслировать етсе, более уже органично, жақсы өтімдірек жүреді. Яғни адамнан сатып алады. Сен успех, сен былай істеу керексің, у вас нет продажи, у вас сен үлкен чекке сатудан қорқасың деп просто душнила бола бермей, жай өзіңнің транслированияңды унижать етпей, жақсы бір сторителмен, өзіңнің өміріңдегі оқиғамен сатсаң, более өтімдірек болады екен. Инстаграмдағы көптеген эксперттер, бәрі емес, көптеген эксперттер душнила. Просто факттарды айта беріп, Википедияны айта беріп, чат GPT бола беріп, үңгіліп қарасаң өзінде бір достаточно кейс жоқ, конкретно кейс жоқ. Жеке брендті дамыту, үлкен чекке сату, продажа, просмотр алып келу, а вот сен соны істей алдың ба? Или просто сен қалай істеу керегін сататын адамсың ба? Деген сияқты. Егер сенде нақты бір кейстар болса, явно сенен уже аудитория сұрап, өздері үйреніп, үйретші деп жалынады. Фокусты кейске қойсаң, дальше уже обучениеде соотношение процентте өтеді. Проектте не обязательно қолмен жұмыс істейтін адам болу. Көп ақша табатындар, мозг болатындар. Проекттің мозгтары негізі көбірек ақша табады. Ол қалай? Менің жағдайымда, мысалы, бір под ключ алатын болсам, бір экспертке, бизнеске услугам тұсатын болсам, Reels, YouTube, продвижение, контент тұсатын болсам, мен оны өзім түсіріп кетем ба деген уже вариант келмеу керек ойыма. Рукаларды жалдап, и плюс оған мозг ретінде неден қиналады олар? Көбі сценарий жасалмайды. А вот менде генератор идея бірінші орында, и дальше уже оларға задача беріп, уже оларға басқарып, сен уже проекттің мозгы ретінде көбірек ақша тауып, и плюс көбірек результат бере аласың. Енді мына нәрсені қарау керек. Егер сен рука болсаң кәдімгі проектте, сен явно сценарийге уақытың болмай қалады. Уже сценарийде күшті ойлап тұрған нәрсеңді съемка кезінде там по-любому қиналасың, факаптар болады. Сен ойыңдағы нәрсені 100% атқара алмайсың. И оның монтажын өзім істеймін десең, біттің сен. Монтажда бір видеоға 5 сағатта отырып қаласың деген сияқты. Миыңдағы нәрсені істейтін адамдардан құралған топ жинап,
әдемі результатқа қарай ұмтылу керек. Не обязательно рука болу, мозг это главное. Көбі өзінің курсы біткеннен кейін Каздев ай жасамайды ау. Мен соны бүгін жасап көрдім. Именно курстың қатысушыларына және маған қызығып жүрген кәсіпкерлерге, жалпы услугамды алайын деп жүрген қызығатын кәсіпкерлерге звондап еще. До этого я мен разборлар жасап көрдім, Каздевтерді жасап көрдім. Бірақ та бұл жолы Каздев өзгеше. Потому что курстан не улучшение жасауға болады деп мен уже бір 7-8 пункт шығарып алдым. Яғни продукты улучшать ету үшін айдаладан ізденіп, орыстардан ұрлап, или там бір басқалар не істеп жатыр деп анализ жасаудың қажеті жоқ. Просто сұра, дұрыс сұрақтарды қой Каздев арқылы. И саған аудитория өзі-ақ айтып береді. Мына жерінде мынандай болып жіберген кезде негізі, мына жерінде бүйткен кезде жақсы болып кетер еді дегенде уже келесі потокқа жаймен улучшениемен кіре берген дұрыс формат екен оказывается. А вот кәсіпкерлермен сөйлескен кезде мен өзім бұрын соңды мен қорқып жүрген услугаларды сұрап тұр да менен. А вот мен бұрын вообще сұрамағанда бүгін менде ондай бір уверенность болмайтын еді. Блин, реально бұларға да қызық екен ғой деген подтверждение келмейтін еді. В принципе, Каздевті толық жасағаннан, звондағаннан, еще мен звондағандан денем қарсыласады. Мен қатты сөйлесе алмаймын негізі телефонмен ше, өзім сондай адам. Біреу звондаса да өшіріп тастап, сосын WhatsAppпен сөйлесемін деген сияқты. Сәл интроверт. Сол жағын уже мен кішкене ашылып үйренгім келеді. Камерада бүйтіп сөйлеп тұрғанмен мен өмірде қатты сөйлесе алмаймын негізі. Сол жағын не қылу керек. Дұрыс па, Нұрмо? Дұрыс, иә. Сол. Вот, бүгін екінші күннің инсайттары осымен аяқталды. Комментарий жазып, жақсы инсайттар болса төменге жазып кетіңіздер. Қай жері пайдалы болды. Бұл менің мақсатым, айтып кеттім. Так что кет барыш, жолың болсын. Аяғын түсінбедім деп